Ғарышта от қалай жанады? Біз жерде оттың жоғары қарай жалындап жанатынын көреміз. Бұл гравитацияның әсерінен болады. Жану кезінде жылу ауаны кеңейтіп жеңілдетеді, ал ауыр салмақты салқын ауа оттың астына түсіп, оны жоғары қарай тартады. Бірақ ғарышта гравитация жоқ, сондықтан бәрі басқаша. Нөлдік гравитацияда жалын сфера тәрізді жанады. Бұл жану кезінде ыстық газдар көтерілмей, барлық бағытта бірдей таралатындықтан болады. Жалын тынық әрі көкшіл түсті болып көрінеді, өйткені оттегі біркелкі тарайды. Ғылыми факт. Халықаралық ғарыш станциясы ғалымдар Flex Flame экспериментін жүргізді, онда олар оттың ғарыштағы мінез құлқын зерттеді. Тіпті ғарышта кейбір материалдар суық жану процесінен өтіп көрінбейтін түрде жаналады. Егер ғарыш кемесінде от шықса, ол күтпеген жерден тыныш жануы мүмкін, бұл оны одан да қауіпті етеді. Сондықтан астронавттар ғарышта өрт қауіпсіздігіне ерекше мән береді. Енді сен білесің. Егер ғарышқа барсаң, жалынның мүлдем басқа түрде жанатынын көресің.